Саламатсыздар ма? Химия пәні мұғалімі Тубаева Айгүл Оңғарбайқызы. Бүгін шығаратын есебіміз қоспа болады. Яғни бізге 200 грамм қоспа берілген, оның құрамында мыс оксиді және калий оксиді берілген. Ол қоспаны 36 грамм сумен әрекеттестірген кезде қанда бізде әрекеттестірген, яғни қоспаның құрамындағы мыс оксидінің массалық үлесін тап деген бізге сұрақ берілген. Яғни біз оны қалай реакцияны жүргіземіз, қалай есепті шығарамыз. Яғни біз бірінші қоспадағы екі затты да бөлек-бөлек сумен әрекеттестірген кезде мыс оксиді сумен реакцияға түспейтінін білеміз, өйткені бұл бізде қатты зат, қара түсті зат. Енді ал калий оксиді сумен әрекеттескен кезде сілті түзеді, яғни сілтілік оксид сумен әрекеттесіп сілті түзеді. Яғни біз бұл реакцияны білетін болсақ, енді сандарға көшейік. Яғни судың малялық зат мөлшерін тауып аламыз. Зат мөлшерін табу үшін судың массасын бөлеміз судың малялық массасына. Судың массасы 36 грамм берілген, малялық массасы 18 грамм на моль. Яғни бұл 18-ден 2 есе көп болып тұр, яғни бізде 2 моль су берілген екен. 2 моль су берілетін болса, 2 моль суға, яғни 2 моль калий 2 оксиді реакцияға түскен. Енді біз оның массасын табу үшін, калий 2О, калий оксидінің массасын табу үшін 2 моль калий оксидінің молін малялық массасына көбейтеміз. Калий оның массасы бізде 94 грамм на моль қайдан шықты? 94 грамм на моль, 2 калийіміз 78, одан кейін оттекті қосқан кезде, 16-ны қосқан кезде 94 шықты. Енді 2 мольға көбейткен кезде 188 грамм шығады. Яғни 200 граммның ішінде 188 граммы калий 2 оксиді екен. Калий 2О екен. Ал енді масса купрум оны табу үшін 200 граммнан аттастаймыз 188 граммды. Сонда бізде 12 грамм мыс оксидінің массасы шығады. Енді массалық үлесін табу үшін купрум оны 12-ні бөлеміз 200 граммның ішінде жүр, және оны көбейтеміз 100%-ға. 100-бен 200 қысқару 2 шығады, яғни 12-ні 2-ге бөлетін болсақ 6%. Жауап бізде 6% мыс оксиді, ал қалғаны калий 2О, яғни 94% калий оксиді деген сөз.